Оқушылар, ақпараттық технология қазіргі заманның талабы екенін бәріміз білеміз. Ғаламтор өмірімізде қаншалықты маңызды екенін білу үшін басқару жүйесімен өткізген пікірталас бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ғаламтордың пайдасы мен зияны атты дебатты ашық түрде жариялаймын. Кішкене ғана ғаламторға тоқтала кетсек, желі қашан пайда болды? 1957 жылы Кеңес одағы жердің жасанды серігін ұшырып, космостық кеңістікте бір қатар алға шыққан болатын. ақш-тың алдыңғы қатарлы жобаларды зерттеу агенттігі компьютерлік желі құруды ұсынды. Яғни компьютерлік желі ең алғаш ARPANET деп аталды. ARPANET желісінің алғашқы сервері 1969 жылдың 1 қыркүйегінде Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде орнатылған болатын. Интернет бұл бүкіл ғаламдық тор, ол бүкіл әлемдегі миллиондаған компьютерлік желілерді бір-бірімен байланыстыратын орасан зор компьютерлік желі. Ғаламтор ұғымы 20 ғасырдың соңында пайда болса да, жүрдек пойыздың жылдамдығын еске салатындай жедел қарқынмен дамып келеді. Өзімізге әйгілі ер төстік ертегісінде төстік жыл санап, ай санап, күн санап өсіпті деген мағлұматтар бар. Сол ер төстіктің ер жету сияқты дамып отырған бір сала болса, ол бұл бүкіл ғаламдық желі ғаламтор деп санар едім. Осынау жылдар ішінде біз ғаламтордан көптеген мағлұматтар алдық. Бұл ғаламторды ашқан ғалымдардан ел тарихында елеулі із қалдырған ірі тұлғалар болды. Сонымен біздің бүгінгі дебаттың тақырыбы ғаламтордың пайдасы менен зияны. Ойын толқын айналған қаттағысқа табылғандай танымды жат дауыста. Біреу озып келеді қатарынан, біреу қалып жатады асығыста. Ойын толқын жатқанда асып-тасып, біреу ұғым, біреулер шалыс басып. Бұл ойыннан өтеді ғұлама ойлар, жеңсе де, жеңілсе де қалма жасып. Көрермен жиналған бұл тамашаға, құр қарап жай отыру жарасама. Туыс досқа, сыныптас танысқа емес, соқ қолыңды білімді таланттарға. Бұл пікірталаста 10 В сынып оқушыларынан құралған жас қыран тобы, яғни жақтаушы үкімет, 10 сынып оқушыларынан құралған достық тобы даттаушы. Топ мүшелерін таныстыра кететін болсам, Сәлембаев Айбек, Мамыт Мадияр, Бердалы Балауса, Сатыбалдиева Мөлдір. 10 В сынып оқушы Жасқыран Өмірбай Тоғжан, Абдуманов Жанерке, Сақова Аружан, Абдужаппаров Руслан. Сіздерге ойынның бүгінгі әдісін үйрете кетсем, таныстырсам, бұл жерде ашық пікір, талас ойын және де ең басты нақты дәлел келтіресіздер. 10 В Жасқыран тобы сіздер бастайсыздар. Жалпы бастайсыздар. Армысыздар құрметті көрермендер, менің қарсыластарым. Бүгінгі сіздер қойған сұрақтарыңызға барынша жауап беруге тырысамыз. Бүгін сіздерге ұсынып отырған позициямыз ғаламтор керек, ғаламтор қажетті құралы, ғаламтордың пайдасы өте көп. Мысал келтіретін болсақ, ғаламторда біз бүкіл әлемде болып жатқан жаңалықтарда көруге және де біздің білгіміз келген сұраққа бірнеше минуттың ішінде жауап ала аламыз. Және де ғаламторды бір айдың ішінде ауа райында ғаламтор арқылы хабардар болып жүреміз. Және де алыстағы туыс, дос жарандарымызды осы ғаламтор арқылы көріп, амандығымызды көріп, сағынышымызды басуға да болады. Ғаламторды тиімді пайдалансақ, ғаламтордың көптеген пайдасы бар.